Келесі енді бізде диффузияның тағы бір түрі, яғни біз диффузияның уже бірнеше түрімен таныстық, иә? Қандай диффузия? Қарапайым диффузия, жеңілдетілген диффузия, мембраналық өзектер арқылы тасымалдану, яғни транслоказа арқылы, сонымен қатар алмасу диффузия. Енді суретке назар аударыңыздар, иә? Алмасу диффузиясы деп айтып тұр. Алмасу диффузиясы көбінесе осы бронхларда кездеседі, және де қан тамырлардың бірыңғай салалы бұлшықеттерінде кездеседі. Қараңыздар, бронхларда деп жазып қояйық. Бронхларда және де қан тамырлардың бірыңғай салалы бұлшықеттерінде. Сонымен қатар оқушылар жүректің миоциттерінде де кездеседі. Миоцит, яғни жүректің бұлшықеттері, жүректің көлденең жолақты бұлшықеттерінде де кездеседі. Яғни осы жердегі заттардың өзара алмасуы. Енді алмасу диффузиясына сіздерге теория көрсеттім міне. Мембрананың екі жағында орналасқан бір заттың молекулалары өзара алмасатын болса, онда оны біз алмасу диффузиясы деп айтамыз. Яғни мембрананың екі жағындағы зат концентрациясы бұндай жағдайда өзгеріссіз қалады. Так, енді оқушылар, мына сурет сіздердің 11-ші сыныптың жаратылыстану математика бағытындағы кітапта тұр.